Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы квадрат теңестіктерді шешу. Мақсаты квадрат теңестік ұғыммен таныстыру және оны шешу әдістеріне тоқталу. Ең бірінші квадрат теңестіктің ұғымына тоқталсақ. Ax квадрат қосылған bx қосылған с үлкен 0, кіші 0, үлкен немесе тең 0, кіші немесе тең 0 түріндегі теңістіктерді біз квадрат теңістіктер деп атаймыз. Мұндағы a, b, s нақты сандар, a 0-ге тең емес, x айнымалы. Квадрат теңістікті шешудің екі әдісі бар, ол парабола әдісі және интервалдар әдісі. Квадрат теңістікті парабола әдісімен шешу алгоритмі. Бірінші теңістікті жалпы түріне келтіру, парабола тармақтарының бағытын анықтау, параболаның OX осін қиятын нүктелерін анықтау, яғни квадрат теңдеуді шешіп, оның түбірлерін табамыз. Төртінші, функцияның схемалық графигін салу. Бесінші, y үлкен 0 болатын, y кіші 0 болатындай параболаның бөліктерін көрсетеміз. Бірінші коэффициент және дискриминант таңбаларына байланысты квадрат үшмүше графиктерінің орналасуын қарастырайық. Бірінші, егерде a оңсал, дискриминант 0-ден үлкен болатын болса, бұл жағдайда квадрат үшмүшенің x1 және x2 екі нақты түбірі болады. Яғни ax квадрат қосылған bx қосылған с квадраттық функциясының графигі абсцисса осін x1 және x2 нүктелерінде қияды, парабола тармақтары жоғары бағытталады. Нақтылық үшін x1 x2-ден кіші деп алсақ. Онда, егерде теңістігіміз үлкен 0 болатын болса, бұл OX осінен жоғарғы бөлікте жатқан минус шегістіктен x1-ге дейін, x2-ден плюс шегістікке дейінгі аралықтардың бірігуін аламыз. Егерде 0-ден кіші болатын болса, онда x1 мен x2-ның аралығын аламыз. Енді екінші пунктінде, егерде a теріс сан болатын болса, бірінші пункттен айырмашылығы параболаның тармақтары төмен бағытталғанында. Бұл жерде үлкен 0 болатын болса, онда x1 мен x2-ның аралығын, кіші 0 болатын болса, минус шегістіктен x1-ге дейін, x2-ден плюс шегістікке дейінгі аралықтардың бірігуін аламыз. Екінші жағдай. Егерде a оңсан, дискриминант 0-ге тең болатын болса, онда бұл квадрат үшмүшенің екі бірдей түбірі бар, және ол екеуі де минус b бөлінген 2a-ға тең болады. Онда бұл функцияның графигі абсцисса осін x-тен минус b бөлінген 2a нүктесінде жанайды, және OX осінен жоғары орналасады. Онда теңсіздігіміз үлкен 0 болатын болса, осы x-тен минус b бөлінген 2a мәнінен басқа кез келген мәнінде орындалатындықтан, минус шегіздіктен x-ке дейін, x-тен плюс шегіздікке дейінгі аралықтардың бірігуін аламыз. Ал теңсіздік 0-ден кіші болатын болса, төменгі бөлігінде ешқандай график жатпағандықтан, бұл теңсіздіктің шешімі болмайды. Екінші пунктінде, егерде a теріс сан болатын болса, бұл жерде функцияның графигі абсцисса осін жанайды, және OX осінен төмен орналасады. Онда үлкен 0 болған жағдайда теңсіздіктің шешімі болмайды, 0-ден кіші болған кезде осы нүктеден басқа кез келген мәнінде орындалады. Келесі үшінші жағдай. Егерде a оңсан, дискриминант 0-ден кіші болатын болса, бұл жағдайда квадрат үшмүшенің нақты түбірлері жоқ, және бұл функцияның графигі OX осінен жоғары орналасқан, яғни абсцисса осімен қиылыспайды. Сондықтан x-тің кез келген мәнінде, егерде теңсіздігіміз үлкен 0 болатын болса, минус шегістіктен плюс шегістікке дейінгі кез келген мәнінде орындалады. Ал егерде кіші 0 болатын болса, онда теңсіздіктің шешімі болмайды. Екінші пунктінде, егерде a теріс сан болатын болса, онда бұл функцияның графигі OX осінен төменгі бөлігінде орналасқан, 0-ден үлкен болған кезде
шешімі болмайды, нөлден кіші болғанда. Минус x-тен плюс x-ке дейін, яғни кез келген мәні орындалады. Енді осы жағдайларға байланысты теңсіздіктерді шешіп көрейік. 5x квадрат қосылған 9x минус 2 кіші 0 теңсіздігін шешейік. Бұл функцияны қарастырсақ, тармақтары жоғары бағытталған парабола, себебі а тең 5 үлкен 0-ден. Теңдеуді шешетін болсақ, дискриминант 121-ге тең, оң сан. Екі түбірі бар, бірінші түбірі 5-тен 1, екінші түбірі минус 2-ге. Теңсіздігіміз қатаң теңсіздік болғандықтан, екі нүктені параболаның эскизіне салатын болсақ, яғни OX осінен екі нүктеде қият, 5-тен 1 және минус 2-де бірінші жағдайға сәйкес, яғни y кіші 0 болатын бөлікте теңсіздіктің шешімін аламыз. Онда минус 2-ден 5-тен 1-ге дейінгі аралық теңсіздіктің шешімі болады. Келесі, екінші мысал, 3x квадрат қосылған 19x минус 10 кіші 5x квадрат қосылған 11x азайтылған 1 теңсіздігін шешетін болсақ, түрлендіру арқылы бұл теңсіздікті минус 2x квадрат қосылған 8x азайтылған 9 кіші 0 түріне келтіреміз. Функцияны қарастырсақ, тармақтары төмен бағытталған парабола, себебі а тең минус 2 0-ден кіші. Теңдеуді шешетін болсақ, дискриминант минус 8-ге тең, яғни 0-ден кіші. Бұл OX осімен қиылысу нүктесі жоқ. Параболаның эскизін саламыз. Үшінші жағдайға сәйкес, теңсіздіктің шешімі x-тің кез келген мәнінде орындалады. Яғни жауабы минус x-тен плюс x-ке дейін. Осы енді квадрат теңсіздікті интервалдар әдісімен шешу алгоритміне тоқталайық. Теңсіздікті жалпы түрге келтіреміз. Екінші, теңсіздіктің сол жағын 0-ге теңестіріп, теңдеуді шешіп, функцияның нөлдерін табамыз. Теңдеудің түбірлерінің мәнін сан осіне белгілеп, интервалдарға бөлеміз. Интервалдың кез келген біреуінде функцияның таңбасын анықтап, оны интервалға қоямыз. Түбірі тағы рет қайталанса, қалған интервалдардағы таңбаларды кезекпен, түбірі жүз рет қайталанса, осы түбірдің екі жағындағы таңбаларды бірдей етіп аламыз. Таңбасы теңсіздік таңбасына сәйкес интервалдарды жауап ретінде аламыз. Осы интервалдар әдісіне мына теңсіздікті қарастырайық. 4x квадрат қосылған 18x қосылған 8 үлкен 0. Теңдеуді шешетін болсақ, дискриминант 196-ға тең, 0-ден үлкен. Екі түбірі бар, x1 тең минус 2-ден 1-ге және x2-ден минус 4-ге. Біз квадрат үш мүшені көбейткішке жіктеу тәсілімен көбейткішке жіктеп қойсақ, онда 4x квадрат қосылған 18x қосылған 8-ді 4, жақшаның ішінде x қосылған 2-ден 1, x қосылған 4 деп көбейткішке жіктейік. Енді осы екі нүктені сан осіне белгілесек, сан түзуіміз 3 интервалға бөлінеді. Бірінші аралық, яғни минус 2-ден 1-ден 1 деген санды алып, теңдеуге апарып қойсақ, онда таңбамыз 30, яғни плюске тең болады. Минус 1-ді алып қоятын болсақ, минус 6-ға, яғни таңбамыз теріс. Және минус 5-ті қойсақ, мұны аралықтан, онда 18, яғни таңбасы плюске тең болыпты. Сонда байқап отырғанымыздай, егер де А оң сан болатын болса, оң жағынан бастап санағанда, таңбалары плюс, минус, плюс деп кезектесіп қоя беруге болады. Үлкен плюс аралықты теңсіздіктің шешімі болатын болғандықтан, минус x-тен минус 4-ке дейін, минус 2-ден 1-ден плюс x-ке дейінгі аралықтардың бірігуін аламыз. Екінші, x квадрат минус 12x қосылған 36 үлкен немесе тең 0 теңсіздігін шешейік. Бұл теңдеуді шешетін болсақ, дискриминант 0-ге тең, яғни түбірлері екеуі де 6-ға тең. Оны көп мүшелі жіктеу тәсілімен x минус 6-ның квадраты деп те жазып қоюға болады. Сондықтан осы нүктені сан осіне белгілесек, екі-ақ интервалға бөлінеді және 6 жұп рет қайталанатын болғандықтан түбір, оның екі жағындағы таңбасы плюс сақталады. Есептің
жауабы бойынша үлкен немесе тең 0 аралығын алу керек. Онда плюс аралықтарды аламыз. 6 осы аралыққа кіретін болғандықтан минус шексіздіктен плюс шексіздік осы теңсіздіктің шешімі болады. Енді осы теңсіздікті кері кіші немесе тең 0 деп алатын болсақ, 6 осы аралыққа кіргендіктен минус аралықта ешқандай сандар жоқ. Онда бұл теңсіздіктің шешімі ретінде 6 деген санды аламыз. Яғни жазған кезде фигуралы жақшаға 6 деген санды қойып қоямыз. Сол осы теңсіздіктің шешімі болады. Келесі мысал, x квадрат минус 10x қосылған 25 үлкен 0 теңсіздігін шешейік. Бұл теңдеуді шешетін болсақ, теңдеудің бір ғана түбірі бар. Ол 5-ке тең, өйткені дискриминант 0-ге тең болып тұр. Нүктеміз ашық нүктемен белгіленеді, өйткені теңсіздігіміз қатаң теңсіздік. 5-тің екі жағына да, екі интервалға да плюс таңбасын қойсақ, енді үлкен аралықтарды ал десе, 5 бұл аралыққа кірмейтін болғандықтан, минус шексіздіктен 5-ке дейін, 5-тен плюс шексіздікке дейінгі аралықтарды теңсіздіктің шешімі ретінде аламыз. Енді осы теңсіздіктің кіші болған жағдайын қарастыратын болсақ, 5 жаңа айтып кеткендей, бұл аралыққа кірмейтін болғандықтан, жаңағы астындағы бізде төменгі бөлікте теріс сандары жоқ болғандықтан, бұл теңсіздіктің шешімі жоқ. Келесі, осы интервалдар әдісі бізде рационал теңсіздіктерді шешкен кезде де қолданады. Сондықтан мына рационал теңсіздікті қарастырайық. 2x қосылған 6-ның x квадрат көбейтілген 3x азайтылған 12-ке қатынасы үлкен немесе тең 0. Осы теңсіздікті шешейік. Y тең 2x қосылған 6, y тең x квадрат, y тең 3x азайтылған 12 функцияларының нөлдерін табамыз. Бірінші функцияның нөлі минус 3-ке, екінші функцияның 2 нөлі бар, x1-де x2-де 0-ге тең. Үшінші функцияның нөлі 4-ке тең. Осы нүктелерді сан осіне белгілесек, сан түзуіміз 4 интервалға бөлінеді. Енді бағана айтып кеткендей, бізде егерде а оң сан болатын болса, онда бірінші интервалдан бастап плюс таңбасын қоямыз. Плюс минус 0 бізде жұп түбір болғандықтан, 0-дің екі жағындағы екі интервалдың таңбасы сақталады минусқа. Ары қарай кезектесіп плюс таңбасын қоямыз. Есептің шешімі бойынша үлкен немесе тең 0 аралықтарын алу керек. Онда минус 3-іміз бұл тұйық нүкте. Онда минус шексіздіктен минус 3-ке дейін, минус 3-ті қоса алғанда, минус 4-тен плюс шексіздікке дейінгі аралықтардың бірігуі болып табылады. Осы бүгінгі өткен квадрат теңсіздіктерді шешу тәсілдерінен көп мәлімет алдыңыздар деп ойлаймын. Сондықтан жақсы сау болыңыздар.